Сәлем достар, бүгін сіздермен құлпынай қосылған өте дәмді, ерекше пирог жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырыңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ұнға кішкене тұз, шекерді қосып араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады, мен осындай құрылғыны пайдаландым. Енді мұздай қатып тұрған сары майды аз-аздан салып араластырамыз. Толық араластырған соң үстіне бір жұмыртқа салып, қасықпен жақсылап араластырып, қолмен жайлап біріктіреміз. Қолмен көп үйлеуге болмайды, жай қамырдың басы біріксе болды. Қамырдың басы бірікті, енді пищевой пакетке салып, орап, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді құлпынайлы салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге құлпынай, 1 лимон, крахмал және шекер керек. Құлпынайға шекер, кукуруз крахмалды қосамыз. Үстіне лимонның қабығын үткіштен өткізіп саламыз. Сосын лимонның соғын езіп құямыз. Енді газдың астын жай қойып, жайлап араластырып, қайнатып аламыз. Қайнаған соң жай отта және қоюланғанша 1-2 минут араластырып тұрамыз. 1 сағаттан соң тоңазытқыштан қамырымызды алып, қолмен жақсылап илейміз. Өте нәзік, жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Енді қамырымызды бір үлкен, бір кішкене етіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін оның көмегімен қатты жұқа етпей, орташа етіп жаямыз. Енді қамырды жаймендеп оқтауға орап, формаға саламыз. Форманың диаметрі 25 сантиметр. Қамырдың екінші бөлігін жайып дайындап аламыз. Менде осындай фигуралық оқтау бар, осының көмегімен қамырдың бетіне оюды түсіремін. Енді түзу етіп кесіп дайындап аламыз. Бұл пирогымыздың бетін сәндейтін қамыр. Енді қамырдың үлкен бөлігіне салмамызды салып, видеода көрсетілгендей ою түскен қамырмен сәндейміз. Артық қамырларды алып тастап, қазып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз.
Міне пирогымыз дайын болды. Суытып барып дастарханға ұсынамыз. Құлпынай маусымында дәл осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.